Қане, бар күшіңмен қақ. Мүмкін соншалықты жылдам емес шығар. Жоғарыда жақсы көріндің, Twilight ханшайым. Applejack, мен олай атамауға да болатынын білесің ғой. Неге сонша қарсы боласың? Сен тәжіңді киіп жүруден бас тарттың, тым құрыса жаңа лауазымыңды қабылдауың керек. Басқа понилер мені солай атағысы келсе, еріктері білсін. Бірақ менің достарым емес. Меніңше бұл дұрыс емес сияқты. Дәл мына шуға әрекеттенгенім секілді. Жазғы күн мерекесіне 2 күн қалды. Бұлай жалғасатын болса, мен ешқашан дайын болмаймын. Әрине, егер бар уақытыңды төменде өткізетін болсаң. Ал енді ұшта барлығына өнерімді көрсет. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Сен керемет көрінесің, қымбаттым. Олар ханшайымға тән ұлылығыңды дәл сипаттады. Солай шығар. Қарапайым болма. Әр пони бір күні тәж киюді армандайды, және барлығының назарын аудару үшін көрмеде сақтаулы тұратын тәж кию рәсімін өткізуді қалай. Оның әр понийдің арманы екеніне сенімді емеспін. мен қант шербетін армандаймын. Кеткеніміз жөн, әйтпесе пойызымызға кешігіп қаламыз. Флаттершай дұрыс айтады. Сендерді білмейм, ал менің бүгін істейтін жұмысым әлі көп. Ресми мереке осы жерде Кантерлоттада өтеді. Әкім бізді үйдегі сауық кешіне жауапты етіп тағайындады. Ұнжырғаңды түсірме, шырайлым. Селестия күнді көтерген кезде басқа ханшайымдармен бірге оның жанында болуға Бұл мен тиіссің. үшін құрмет, рас айтам. Алайда алғаш достығымыз осы жазғы күн мерекесінде басталған еді. Осындай атаулы күнді Понивильдегі достарыммен атап өтпегенім дұрыс емес. Бұл бізге де ұнамайды, құрбым. Әкім көмегімізге мұқтаж болмаса, біз де сөзсіз осында Кантерлотта қалар едік. Әрине, сені де түсінеміз. Ханшайымдық міндеттерің бірінші орында тұру керек, білеміз. Біздің басымызды қосқан жазғы күн мерекесі болуы мүмкін, бірақ бізді әрқашан әлдеқайда үлкен нәрсе байланыстырады. Назарларыңызға ұсынам. Алтауымызды біріктірген гармония элементтері, сондықтан ешқандай ханшайымдық міндеттер мұны өзгерте алмайды. Солай ма? Дұрыс па, Пинки Пай? Күлегейлі қант шербеті. Мұны иә деп қабылдаңдар. Саған қашасы барлығын баяндап тұратынымыз сонша, бізбен бірге Понивильде жүргендей боласың. Солай ма, қыздар? Сезімге ие болып күшкендерге үміттенем. Көзім кекске байланды. Мерекеден кейін бірден бізге келесің. Қазірден жоспарлап қойдық, сенің үйінде кездесіп патша шатырын жаңарту жұмыстарын талқылаймыз. Пойызға отырғызу аяқталды. Ештеңе істей алар емеспін, Спайк. Олардың кеткеніне 1 минут болды, ал мен бәрінен құр қалғандаймын. Ханшайымға арналған хат. Құрметті Twilight, сен ештеңеден құр қалған жоқсың, досың Пинки Пай. Солай екен, рас. Мен мұны білемін. Тексердім, және тексердім. Білесің бе? Біз кестеден алда келеміз. Сенің өте сауатты көмекшіңнің арқасында. Келсемін. Мереке бірсі күні өтеді. Біз оған дейін Понивильге жылдам сапар шегіп келе аламыз, және қайтып келіп, мерекеге дейін барлығын аяқтау үшін жеткілікті уақытымыз бар. Бұл жақсы болар еді, Спайк.
Бірақ егер біз кеткен кезде тағы бір жағдай болып қалса ше? Ол жақта бөгеліп қалып, мына тізімдегінің бәрін аяқтап үлгермей қалсам қайтем? Панивельге барып қайтар жолда тізімді жоғалтып алып, содан кейін нені істеп, нені әлі істемегенімізді еске түсіруге тым көп уақыт жұмсасақ ше? Мерекеге қажет ең маңызды бір істі ұмытып кетсек қайтеміз? Демек бұл жоқ деген сөз бе? Бұл Селестия ханшайымның маған тапсырған алғашқы міндеті. Мен оны жерге қарата алмаймын. Жерге қаратпайтыныңа сенімдімін. Жоғары мәртебелім. Енді мұның қажеті жоқ, Туайлайт ханшайым. Кешіріңіз. Кешірім сұраудан қажеті жоқ. Кешіріңіз. Шын мәнінде жазғы күн мерекесін асыға күту керемет екенін мойындауым керек. Нені айтасыз? Менің құзырымдағылар үшін айпонийін қуып жіберіп, жеткен жеңісімді атап өту мерекесі болса, менің есіме туған сіңілімді қуып жіберуме тура келген масқараны ғана түсіреді. Мен ешқашан бұл туралы осылай ойламаппын. Бірақ қазір ол керемет мереке. Оның қайтадан ай ханшайымы, ал бізді қайта табыстырғанның өзі мерекеге айналды. Мерекені сен ұйымдастыратыныңа өте қуаныштымын. Бұл аса маңызды. Достарыңның сенсіз Панивельге қайта оралғанын көру қиын болғанын білем. Я, аздап. Енді сен менің шәкіртім емессің, Туайлайт ханшайым. Егер көмегім керек болса, әрқашан жаныңнан табылатынымды біл. Маған көмегің керек болған жағдайда, сен де қасымнан табыларсың. Менің ойымша саған келіп тұрған сияқты. Туайлайт ханшайымға арналған хат. Хат Панивельден келген шығар. Бос сөз, бұл маңызды емес. Спайк, біз қай жерде тоқтап едік? Аяқтайық деп Тағы бір қалғанбыз. мәрте тізім бойынша тексеріп шығуымыз қажет сияқты. Сенің осылай дейтініңді білген едім. Оны сендерге қалдырамын. Тексердім. Спайк! Сағат қанша? Түн ортасы. Бәлкім таң атқан шығар. Мәселе сонда, мен білмеймін. Мәс саған. Қызық екен. Жүр, Спайк. Не болып жатқанын анықтауымыз керек. Не болып жатыр? Не болды? Туайлайт ханшайым бәрін анықтайды. Бұл жағдайдың қисынды себебі барына сенімдімін. Жоғары мәртебелім, бізбен бірге баруыңыз керек. Мәселе мынада. Ай ханшайым мен Селестия ханшайым, олар жоғалып кетті. Бірақ түсінбеймін, олар қайда кетті? Біз білмейміз. Селестия ханшайым мен ай ханшайым үсті-үстіз жоғалып кетті. Жоғалып кетті? Міне, сондықтан сізге келдік. Бізге бұйрық беріңіз. Мен бұйырамын ба? Біз патша гвардиясының офицерлеріміз. Біз патшалық мүшелерінің бұйрығын орындаймыз. Ай ханшайым мен Селестия ханшайым жоғалып кетті. Каденс ханшайым қазір Кристалл империясын басқарып жатыр. Демек, сіздің бұйрығыңызға бағынамыз. Туайлайт ханшайым, уақытымызды үнемдейік. Не істегенімізді қалайтыныңызды білуіміз керек. Мен ай ханшайымы мен Селестия ханшайымды іздеу жұмыстарын жалғастырғаныңызды қалаймын. Понилер арасында дүрбелең басылмай тұрып, оларды табуымыз керек. Олардың қайда жоғалып кеткенін анықтайтын бір белгі болуы тиіс. Егер қандай да болмасын бір іс тапсаңыздар, маған хабарлаңыздар. Бастамасы жаман емес, Туайлайт. Мәртебелім, Панивельден хабар келді. Мәңгі жасыл орманға басқаншылық жасалған көрінеді. Кешіріңіз. Халің жақсы ма? Түсіне алар емеспін. Астан кестеңіз шығатындай нендей жағдай орын алды екен. Қандай жағдай болмасын, сіздерге алаңдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жоқ, сіздердікі жөн екен, уайым да орынды. Бәріміз жұмыла тартамыз. Бар, жоқ, бар, жоқ, бар,
Әй, бұл не өзі? Бұрын ешқашан арамшөптермен мұндай қиындықтар болған емес. Енді ойлап қарасам, тіпті бұрын соңды мұндайды көрмеген екем. Көргендеріңіз бар ма? Жоқ. Олар қайдан шықты? Аспанға не болып жатыр? Оу, жоқ! Бұл Понивиль аймағы. Және де ешқандай жаңбыр жаумау керек. Тек жазғы күн мерекесінен кейін ғана жауға рұқсат. Үнемі еркіндікте жүретін бұлттардың келген жағына кері қайтсын. Ой, ай! Демек, жай сөзбен айтқанда түсінбейсің, солай ма? Ай, ой, ай! Аспанда түсініксіз бір нәрсе болып жатыр. Тыныштандыратын түймедақтар үшін не болып жатыр өзі? Қымбаттым, кешір. Мен мұны әдейі істеп жатқан жоқпын. Мұнаны істеген мен емес, ант етем. Сүйкімді Белл, егер бұл сенің әрі кішкентай достарыңның айырмашылығын тап деген әзіл ойының болса, түкте күлкілі емес. Сен маған көмектесуің керек. Ай, менің мүйізіме бірдеңе болған сияқты. Ай, Біз қайда барамыз? Мәңгі жасыл орманда басқыншылар жайлап жатыр. Не болып жатса да, оны тоқтату үшін, гармония элементтерін пайдалану үшін достарымызға керек болатыныма сенімдімін. Тек пойызға кешікпейік. Тойлайт, Понивильге апаратын басқа бір жол бар. Есіңде ме? Рас па? Сен ұша аласың. О, дәл солай. Ой! Түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Өз басым түсініктеме алуға қарсы емеспін. Мен тек аспанның екіге бөлінгенін, және мына бұлттардың бұл жақтан емес екенін білем. Мұна құтырған өсімдіктер сияқты. Олар мәңгі жасыл орманнан келіп жатыр. Қолымыздан келгенше тырыссақ та, біз жер понилері ештеңе істей алмай жатырмыз. Мүмкін сен тоқтататын сиқырды білетін шығарсың. Өкінішке орай, бұл жасыл орман жақтан келген алапат мүйізіме кері әсерін тигізген сияқты. біз бір амалын табуымыз керек. Понивилидің қашанға дейін шыдайтынын білмеймін. Өзім де қашанға дейін шыдайтынымды білмеймін. Орман барлық жерді басып алып жатыр. Оның жылдам қозғалғанына қарағанда бір понивилімен шектеліп қалмайтыны анық. Көп ұзамай ол Эквестрияның тең жартысын жаулап алатынына сенімдімін. Пойызбен бармағанымызға өкіне бастадым. Жетейін деп қалдық. Шыдаспайық. Гармония элементтерін тауып алып, басқаларды құтқарайық. Сақтан! Керемет! Әдетте сенің рұқсатыңсыз кітаптарыңа тиіспейтінімізді білесің ғой. Аяулы жерім, ардақты аяулы жерім менің. Жақсы, мен түсіндім. Ұшуды дұрыстап үйренуім керек. Сен байқадың ба білмеймін, бірақ мәңгі орман аздап сәл-пәл бақылаудан шығып кеткен сияқты. Понивильде бір нәрсені ұмытып кеткенге ұқсайсың. Бірақ мына апаттың ненің салдарынан туындағанын білетін шығарсың. Селестия ханшайым сені осы мәселені шешуге жіберді ме? Жоқ, Рарити. Мүлде олай емес. Жағдай былай. Селестия ханшайым мен Ай ханшайыма Жоғалып кетті. Оларды кім ұрлап кеткенін білмеймін, бірақ оларды қайтару үшін бізге гармония элементтері қажет. О, я, дәл бұрынғы кездегідей.
балақай! Әрқашан элементтермен байланыста болатынымызды айттым емес пе? Енді Селестия мен Ай ханшайымдарды қайтару үшін оларды ұрлаған бұзақыларды анықтап, арам жөптер бүкіл Эквестрияны басып албай тұрғанда бір амалын табайық. Ұсыныстарың бар ма? Мен қарап шыққан кітаптардан еш нәрсе таппадым. Ой, мына жері боялмапты. Жартылай күн, жартылай түн. Ауа райының оғаш құбылуы. Шектен шыққан өсімдіктер, меніңше мұны кім істегенін енді түсіне бастаған сияқтымын. Қыз түседі. О, Твайлайт. Селестия ханшайым саған сыйға тартқан кішкентай сиқырын қолданар кезде мені шақырмай тұрып, алдын ала ескертетінді айтып еді. Егер байқамаған болсаң, сергейін деп суға түсіп отырғанмын. Жетер енді. Селестия ханшайым мен Ай ханшайымды босат, және мәңгі орман басқыншылығын тоқтат. Тоқтай тұр, нені айтып тұрсың, Твайлайт? Бізді алдауға тырыспа, Дискорд. Біз бәрін, сен не істегеніңді білеміз. Мені қате түсініп қалмаңдар. Мына жерге не істегендеріңді көріп, қатты қуанып тұрмын. Алайда мүлдем қатысым жоқ істі жауапкершілігіме ала алмаймын. Мен өзгердім, естеріңде ме? Иә, дұрыс айтасың. Сол үшін барлық жерде сенің аша тұяқтарыңның ізі жатыр. Менде бір ғана аша тұяқ бар екенін айтайын. Ауырайып тақтыңдар. Ал мен дос шығармыз деп ойласам, істегендерің мынау. Бос сөзді қой. Болды енді, бұл сенің ісің. Ханымдар, мен кінәсізбін. Сендерге өтірік айтамын ба? Иә. Мүмкін бе? Ендеше тығырыққа тірелген сияқтымыз. Мен шынымды айттым, бірақ сендер мені өтірік айтып жатыр деп ойлайсыңдар. Осындай жағдайда біз сияқты жақын достар не істейді, Твайлайт ханшайым? Айтпақшы, жаңа қызметіңмен құттықтаймын. Сен оған әбден лайықтысың. Оларды қайтадан тасқа айналдырамыз. Мен келісем. Мен де. Біз олай істей алмаймыз. Егер ол рас айтқан болса ше. Ақырында бір пони сөзіме құлақ астау. Қалғандарың достық туралы менің қымбатты досым Шаттерфлайдан үлгі алыңдар. Мен Флаттершаймын. Ая, маған бәрібір. Егер сен кінәлі болмасаң, бізге кім екенін анықтауға көмектес. Қолымнан келеді деп ойлаймын. Алайда, тұяғымды нұсқап атыма кір келтіргеннен кейін, тіпті оған дайынмын ба білмедім. Неге зебра досыңнан сұрамайсың? Ол бәрін біледі емес пе? Зекора? Үйімнен үрей бездірді. Орманды қорқыныш басты. Іші қауіп қатерге толды. Неге бұлай болып жатқаны туралы білесің бе? Иә, мен үшін бұл жұмбақ. Оны түсіну маған қиын-ақ. Сиқырды көмекке шақыра аласың. Бұл қауіпті болса да қасіретті жеңесің. Аликорнды сиқырға бағындыра аласың. Тыңдаш, Твайлайт ханшайым, сиқырды бағындырып аласың, сусынның түсін өзгертесің. Күлгіннен аққа айналдырасың, кейін бір жұтым ішесің. Әсер етпеген сияқты. Мен қайдамын? Тоқта, аттап басушы болма. Ай ханшайым, мен түсінбедім, біз қайдамыз? Неліктен Селестия екеуіңіз жоғалып кеттіңіздер? Сен шынымен де олардың бәрі сенің асыл жарығыңның шуағына шомылып жатқанда менің қол қусырып отырғанымды күттің бе? Асыл жарық? Эквестрияда бір ғана ханшайым болуы мүмкін. Және ол ханшайым мен болам. Түсінікті ме?
Жалғасы бар. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.